Құрметті достар, біздің алтын жұлдызды жерлестер. Асылбекова Дәкия, екінші социалистік еңбек ері. 1932 жылы Бұқар жырау ауданының Доскей атындағы ұжымшарына мүше болып енді. Егіншілер звеносына жетекшілік етті. Звено ұжымына еңбектегі үздік көрсеткіштер үшін жоғары өнім звеносы атағы берілді. Асылбекова басқарған звено 1947 жылы бидайдың әр гектарына 33,5 центнер жоғары сапалы өнім алды. Орденмен және медальдармен марапатталған. Құрметті достар, біздің алтын жұлдызды жерлестер. Любименко Алексей Андреевич 1927 жылғы 2002 жылдары өмір сүрді. Екінші социалистік еңбек ері. Еңбек жолын 1943 жылы МТС-та тракторшы болып жұмыс бастады. 1961 жылдан 20-шы партсъезд атындағы Кеңшарда трактор егіс бригадасының бригадирі болған. Еңбекте ері табысқа жеткен. Үш мәрте Ленин орденімен, еңбек қызыл ту ордендерімен марапатталған. Есімі Қазақ ССР-ның құрмет алтын кітабына енгізілген.